2021 жылы жер сатуға жарияланған мораторий уақыты аяқталады. Осыған орай қоғамда ел арасында мазасыз талқылаулар жүріп жатыр. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы өз бағдарламасына сай жердің сатылуына түбегейлі қарсы. Мы выступаем против продажи земли. Ата-бабамыз аманат етіп кеткен жерді көзіміздің қарашығындай сақтау сіз бен біздің міндетіміз. Жер ана сатылмасын. Наша партия требует отменить действующий земельный кодекс. Қазақтың жері сатылмасын, қазақтың жері саудаға салынбасын. Біз қарсымыз. Жеріміздің шетелдіктерге және шетелдік компанияларға берілуіне қарсымыз. Нет продажи казахстанской земли. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия жерді түбегейлі сатуға қарсы. Землю нельзя продавать, землю нельзя сдавать в аренду. Земля должна принадлежать только народу Казахстана. Нет продажи земли. Этого допускать категорически нельзя. Жердің шетелдіктерге сатуына да, жалға берілгеніне де қарсымыз. Земля – это достояние народа. Земля должна принадлежать народу Казахстана. Жердің иесі халық. Оны ешкімге сатқызбаймыз және басқаға бермейміз. Мы против передачи земли иностранцам и зарубежным компаниям. Жеріміздің сатылуына қарсымын. Жер халықтікі. Ата-бабамыздың білектің күшімен, найзаның ұшымен қорғап, ұрпаққа аманат етіп қалдырған жері еліміздің азаматтарына беріліп, ауыл шаруашылығын өркендету үшін үкімет тарапынан қолдау көрсетілуі тиіс. Хочу выразить свою позицию, которая заключается в том, что я категорически против продажи и аренды казахстанской земли. Право владеть землей должно принадлежать только народу Казахстана и больше никому. Жер халықтікі.